يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз Аягөздің 2010 жылғы түлектер. Мектеп қабырғасына кеткенімізге 10 жылдығына байланысты қасиетті Рамазан айында бір игі іс бастағанбыз. Сол ісіміздің аяғы бір отбасыға үй сыйлау. Біз қазақ жетім жесірді жылатпаған халықпыз. Біз жүрегіміздің жылуын қарапайым халқымыздың мұқтаж отбасына сыйлауға дайынбыз. Барша атсалысқан азаматтарға алғысымызды білдіріп, Алланың разылығын тілейміз. Аягөз يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليها الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد. Сәлеметсіздер, қалыңыз қалай? Биыл мына 10 жылдыққа орай біз Аягөз халқының 2010 жылы түлектері боламыз. Биыл 10 жылдыққа орай Алланың қалауымен бір жақсы бір игі іс бастап, Алланың қалауымен қасиетті жұма күні 3 бөлмелі пәтер сізге табыс етемін. Сіздердей азаматша барларына қуанамыз. Қазақ елімізде көп бола берсін. Өзімнің мүгедек ұлым бар, бірінші курста. Алланың көзі. Сіздерге рахмет сіздерге. Қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар. Амин. Алла жылатпасын. Қуаныштың من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله
Takbir! يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله азаматшалар сіздерге мыңда бір рахмет айтамыз. Ойламаған жерде міне баспаналы болдым. Бұл да бір Алланың қалауы шығар міне. 5 балам менен пәтер жалдап тұрдым міне. Бүгіннен бастап өзімнің баспанам баруыма өте ризамын. Сіздерге рахметімді айтамын. Қайда жүрсеңіздер де аман болыңыздар. Осы 5 баламның ызы шығар міне. Алла тағала мені бүгін үлкен қуанышта бөліп жатыр. Міне дастархан жайып, көршілерім келіп міне бәрілеріңіз қарсы алып жатсыздар. Сіздерге өте рахметімді айтамын, өте қуаныштымын. Алла бәріңізде үйлеріңізде жақсылық болсын. Алла тағала денсаулық берсін. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Өте қуанып тұрмын, өте қуаныш күн болып тұр. Әкем тіріліп келгенде болып тұр, шынымды айтсам сіздерге. Көп рахметімді айтамын. Есігім әрқашанда ашық сіздерге. Өз үйлеріңізде есепке жүре беріңіздер. Сіздер болмасаңыздар мен қайдан баспана алар едім. Өзімнің де арманым осы. 5 балама осы баспана алып берейінші деп Алла тағаладан жатсам да тұрсам да сұрайтын міне. Бүгін маған Алла соны насip етті. Сіздерге көп рахметімді айтамын.